Баршаға сәлем. Бүгін біз Мексика интернетінің түнек түбіне сапарлаймыз. Бұл жақта заң жоқ, ал интернет қылмыс әлемінің аренасына айналып үлгерген. Ең бірінші мен мексикандық картельге қарсы артық сөйлеген блогерден бастаймын. Тыңда мені, қаншықтың ұлы. Элменчо, сен 100% менен сорасың. Мен бұны айтудан қорықпаймын. Мен бұны камерасыз да, басқасыз да айта аламын. Менчо, сен менікін аласың. Иллюминат 6 есімді TikTok қолданушысы Элменчоны балағаттайтын видео түсіріп парақшасына жүктейді. Элменчо қазір өлді, бірақ сол кезде Халиско аталатын ең қатыгез картельдің бірінің лидері болды. Иллюминат TikTokта ақша мен сыйлық үшін тіркелушілердің заданиясын орындайтын простой блогер. Бір күні оның подписчигінің біріне керемет идея келеді. Ол картел басшысын балағаттауды ұсынды. Кез келген мексикандық бұлай жасауға батпас еді. Бірақ Иллюминат бұл тапсырманы орындау керек деп ойлады. Ол Мексикада тұрмасам, олар не істей алады деген ойда болды. Видео желіге салынғасын бірден танымал болды. Білмесеңіз, сол кездің өзінде Элменчо балағаттаған үшін как минимум Хуан Луис Лагунесті өлтірген еді. Түсінгенімізде Элменчо өз атын таптағандарды жай қалдырмайды. Иллюминаттың видеосы Reddit желісінде танымал болған кезде реддиттіктер бірден әзілге көшеді. Олар видеоны бар кезде скачать етіп үлгерің. Жігіт өз-өзіне қол жұмсағалы жатыр. Тез ғайып болуға туториал сынды әзілдер жазады. Бірақ комментатордың бәріне бір нәрсе анық. Жігітке хана. Неге екенін білмеймін, бірақ бастапқыда картелден жауап болмады. Мүмкін жігіт Мексикада емес, басқа елде тұрғаннан болар. Меніңше солай секілді. Картельге басқа территорияға баса көктеп кіріп, ондағы тұрғынды өлтіріп кету оңай емес. Тем более қайдағы жоқ тиктокердің сөзі бұндай тәуекелге тұрмайды. По идее, олар видеоны ұмытып, мүлдем реакция білдірмеулері керек. Бірақ күтпеген жерден бірнеше күннен кейін жігіттің парақшасында жаңа видео пайда болады. Видеода ол Элменчодан өзінің психикалық ауру екенін айтып кешірім сұрайды. Интернет бұл видеодан кейін дүр сілкінді. Өкінішке орай шын мәнінде не болған туралы білмейміз, және видеодан кейін тиктокер мәңгіге жоғалып кетеді. Көп ойланып теория құрастырып қажет емес секілді. Себебі сен де мен де оған не болғанын жақсы білеміз. Ал егер де талқылайық десеңіз, коммент ашық. Ал енді елестетіп барайық. Біз Мексикада кедей отбасында дүниеге келдік. Бір күні біз интернетте жұмыс іздеп отырып, бір жарнамаға тап боламыз. Сырт көзге оғаш көрінбейді, бәрі нормально. Тек басқа жұмыстардан сәл көп төлейді. Қарны аш, үйде нан жоқ. Сондықтан біз келісеміз. Келісілген жерге келгесім бізді бірден медосмотрға жібереді. Және әрі қарай типа заңды компания бізді жұмысқа алады. Біз бұның алаяқтық екенін білмейміз. Тіпті ойымызда күмән болмайды. Бізге 3 күндік төленетін стажировкадан өту керектігін айтты. Тек үйрететін жер басқа жерде. Біз келісеміз. Бізді және тағы 15 адамды көлікке салып бір жаққа алып кетеді. Құттықтаймын. Біз Халиско картеліне құлдыққа түстік. Олар бізді фургоннан шығарды, және сендер осында сикариус болуға келдіңдер деп айтты. Телефон, документ бәрін тартып алады. Және алғашқы күннен бастап мұнда кім мықты екенін көрсету үшін бізді сындырады. Мысалы, шешіндіріп әртүрлі тапсырмалар орындатады. Олардың қалауы бізден соғысқа құрбан жасау. Олар бізге кодтар беріп, оларды күшпен жаттатты. 14-ші код бұл төспен жерге жатып қалу. 15-ші код бұл атуға дайындалу. Барлығы кодпен болады. Код айтылғанда бірден орындау керексің. Әйтпесе арты жаман болады. Бұның барлығы толықтай басқарылатыны түсінікті. Сенің су ішкенің мен әжетханаға барғаныңа дейін бақылайды. Осылай жасау арқылы бізге психикалық қысым жасайды. Ал адам толықтай сынғасын, одан марионетка жасайды. Өкінішке орай көптеген адамдар осындай тұзаққа түсіп жатыр, және көбісі тірі қалмайды. Мексика сұмдығы бұлмен аяқтала қоймайды. Зона Дивас бұл эскорт сайт көптеген әйелдерге өлім тұзағы болып саналады. Атынан ақ түсінгеніңіздей, сайтқа жүздеген әйелдер өздерінің эскорт қызметін салған. 20 жыл бойы бұл сайт активны жұмыс жасап келді. Сайтты 2001 жылы Ингасио Санта немесе Эль Сони жасады. Бастапқыда сайт жеңіл жүрісті қыздарды алға жылжыту үшін болды. Қыздар анкетасы сайтта тұрған үшін ақша төледі. Ал кім көп төлесе, соның анкетасы ең жоғары болады. Уақыт өте бизнес кеңейе түсті. Жаңадан көптеген модельдер керек болады. Егер олар интернеттен Колумбия немесе Венесуэлада тұратын әдемі қызды көрсе, бірден модель керектігін айтып жұмысқа шақырады. Ал бүкіл шығынды өмір сүруін өздері төлейтінін айтады. Армандағы жұмыс істерсіз, алайда схема өте қарапайым және қорқынышты. Сайт менеджерлері әдемі қызды тапқасын, оны түрлі өтірік уәделерге тойдырады. Тек төленулі билетін алып ұшып келсе болғаны. Қыздар келгесін күдікті жайттар басталады. Қыздарды 60 квадраттық кішкентай бөлмеге жайғастырады. Ал бөлмеде өзі секілді тағы 10 қыз бар. Олардан телефон, документ сынды жеке заттарын тартып алады. Және мойындарына $5000 қарыз іледі. Бұл қарызға ұшақ, үй, көлік, фотосессия және сайттағы реклама кіреді. Олар қыздарды әлсірегенше жұмыс жасауға үгіттейді. Бұл оңбағандар қыздарды алдап шақырып, жалған қарыз іліп, сексуалды қолдыққа ұстады. Бұл жерден қашу мүмкін емес деуге болады. Қарыздың ішіне үйде кіреді деп айтқанмын. Так, сол үй мінекей. Олар темір торда өмір сүрді. Әр қыз мына бір үйдің арендасына ай сайын $500 төледі.
төлемесе қарызы өседі. Әрине бұл қымбат және осындай оверпрайс нәрселер көп болды. Олар қыздардан ақша сорды. Олардың мақсаты мынада: қыздар қарыздарын өтемеулері үшін бәрін істеу. Кейбіреулерге қарызды өтеу мүмкін болды, бірақ қараңыз, оларды жай жібере салмайды. Мысалға, Венди Ванескамен болған оқиғаны келтірейін. Қарызын төлеп болған соң 3 ай бойы қызды босатпаған. Олар ауадан штраф шығарып жазалай берген. Кейін оның құрбысы Ингасионы балағаттағанда Венди өлі күйінде табылады. Ол сияқтылар жалғыз емес. Минимум сайтқа қатысы бар тағы 4 қыз өлі табылған. Бұл оқиғаны бақ кеңге таратты. Соңында 2018 жылы Ингасио қыспақта қалады және өз сайтын жапты. Эльсони 2019 жылы ұсталып, адам саудалаған үшін сотталады. Алайда қуаныш ұзаққа созылмады. 2021 жылы оны босатып, делоны жабады. Айтуларынша кінәлі санайтын дәлел табылған жоқ. Бұл Мексиканың коррупцияға батқанын дәлелдейтін тағы бір мысал. Дивас сайты жабылса да адам саудалау тоқтаған жоқ. Тек аты өзгерді, басқасы бұрынғыша. Мексикандық интернет тек мемдер мен қызықтардан тұрмайды. Бұл жақта қателігіңіз өліммен аяқталуы ықтимал. Иллюминатпен болған оқиға интернетте есіріп сөйлеу қымбат тұратынын көрсетеді, тем более картельге қарсы болса. Ал Зона Дивас секілді сайттар тегін олжа қақпанда ғана болатынын еске салады. Интернетте ешкімге сенбеңіз, сақ болыңыз және өзіңіздің қауіпсіздігіңізді бағалаңыз. Келесі кездескенше.